Бүгін сіздерге исламдағы алғашқы азаншы жайлы айтқым келіп тұр. Оны көбіңіз білесіздер. Біләл әл-Хабаши. Ол кісі хақ дінді қабылдаған үшін Құрайш мүшриктері оны қатты азаптайды. Мен сіздерге бір азабын айтып берейін. Ойлаңыз, шыжып тұрған күн топырақ ыстық болады ғой, тас сияқты ыстық болып тұрады. Соның үстіне қазық қағып, шынжырмен аяқ қолын байлап жатқызып қояды. Сөйтеді де үстіне үлкен тас қойып қояды. Сөйтіп азаптайтын болған. Ол бір азабы ғана. Бір күні Абу Бәкір Сыддық құнын төлеп, оны құлдықтан азат етеді. Біләл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қатты жақсы көреді. Пайғамбарымыздың қасынан бір елі айырылмайтын болған. Біләлға азан айтуды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі тапсырған болатын. Пайғамбар өмірден өткен соң оның көңіліне қаяу түсіп, қатты қайғырады. Азан шақырып жатқан кезде, ашхаду анна Мұхаммада Расулаллах деген жеріне келген кезде, куәлік етемін, шынында Мұхаммед Алланың елшісі деген жеріне келгенде, тамағына өксік келеді. Азан шақыруға шамасы келмей қалады. Сөйтіп жүріп, жаңа жүрген көшелері, отырған кездері, мешіттің барлығы пайғамбарды есіне түсіреді. Ол қатты қайғырып, өзін тастап жүреді. Бір күні Абу Бәкірге келіп, өзін азат еткен адам ғой. Мені құлдықтан өзің үшін азат еткен болсаң, мен саған қарыздармын, мен қалайын дейді. Егер де Аллахтың разылығы үшін азат еткен болсаң, мені жібер, мен мына жерде қала алмаймын дейді. Сөйтіп Абу Бәкір Сыддықтың рұқсатымен Мединеден шығып кетеді. Омар радиаллаху анху дәуірінде Мәдинеге келеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды зиярат етіп. Сонда Хасан Хусейн пайғамбардың немерелері алдынан шығады да: "Ей Біләл, пайғамбар кезінде азан айтып едің ғой, солай бір азан айтып берші. Пайғамбардың кезін есіме түсірейік" дейді. Сонда Біләл ашхаду анна Мұхаммадан Расулалла деген жеріне келген кезде қайтадан жылап бастайды. Сонда артында тұрған күл мұсылмандар, мәдинеліктердің барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды есіне түсіріп, барлығы жылайды. Біләл 60 жастан асқанда Сирия өңірінде қайтыс болады. Тарихшылар оның мәйітін қазір Дамас қаласындағы Абу ас-Сағир атты қабірстанда жатыр деседі. Оның әйелі есімі Халату бинт Ауф. Кете шағында қасындағы зайыбына, әйеліне: "Қиналдың ау" дейді ғой жаңа әйелі. "Керісінше рахаттанып жатырмын. Алла елшісімен және өзге де сахабалармен кездесетін боламын" деп күліп кетеді екен өмірден.